Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабақта сен өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайсың, есептер шығарасың. Жақсылықтың жамандықты жеңетіні туралы музыкалық және көркем шығармалар бар ма? Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып, мақалды оқы. 27 мен 9-дың бөліндісі 3, 6 мен 9-дың көбейтіндісі 54, 81 мен 9-дың бөліндісі 9, 36 мен 9-дың бөліндісі 4, 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48, 7 мен 9-дың көбейтіндісі 63, 8 мен 8-дің көбейтіндісі 64, 8 мен 9-дың көбейтіндісі 72, 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, 9 мен 9-дың көбейтіндісі 81-ге тең. Ал енді өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып, мақалды бірге оқып көрейік. Аз жақсылық ақылды тең етеді. Көп жақсылық ақылды кең етеді. Мысал 2-ні мұқият қараймыз. Бірге есептеп көрейік. Бірінші көбейту амалы орындалады. 8 мен 8-дің көбейтіндісі 64-ге тең. 64-ге 360-ты қосамыз. 424. Екінші бағандағы өрнекке назар аударамыз. Алдымен 24-ті 8-ге бөлеміз. 3. Енді 3-ке 4-ті көбейтеміз. 12. 12-ні 6-ға бөлеміз. 2. Келесі өрнектердің амалдардың орындалу ретін көрсетейін. Алдымен көбейту амалы, сосын қосу амалы. Келесі өрнекте бірінші көбейту амалы, содан кейін азайту амалы орындалады. Келесі өрнекте ретімен орындалады. Бірінші бөлу, екінші көбейту, үшінші бөлу. Келесі өрнекке назар аударамыз. Мұнда бірінші көбейту амалы орындалады. Екінші азайту, үшінші қосу. Келесі өрнекте бірінші көбейту амалы, екінші азайту, үшінші қосу. Келесі өрнекте бірінші көбейту амалы, сосын қосу, үшінші азайту амалы орындалады. Балалар, сендер амалдардың орындалу ретін көріп тұрсыңдар. Енді осы өрнектердің мәнін есептеп, ұстаздарыңа кері байланыс жасауды ұмытпаңдар. Есеп 3. Ауданы 21 метр квадрат жұқа тақтайдан бірдей 7 жемсауыт жасалды. 24 метр квадрат жұқа тақтайдан қанша жемсауыт жасауға болады? Алдымен есептің шартын құрастырамыз. 21 метр квадрат тақтайдан 7 жемсауыт. 24 метр квадрат тақтайдан қанша жемсауыт жасауға болады? 21 метр квадратты 7-ге бөлеміз. 3 метр квадрат. Яғни әр жемсауытқа 3 метр квадрат жұқа тақтай кетеді екен. Енді 24 метр квадратты 3 метр квадратқа бөлеміз. 8. Жауабы 24 метр квадрат жұқа тақтайдан 8 жемсауыт жасауға болады екен. Келесі есепке назар аударамыз. Мектептегі әр оқушы 2 килограммнан қағаз қалдығын әкелу керек. Сыныптағы 8 ұл және 9 қыз қағаз қалдығын әкелді. Олар неше килограмм қағаз қалдығын әкелді? Есептің шартын құрастырып көрейік. Әр оқушы 2 килограмм қағаз әкелу керек. Әкелді 8 ұл және 9 қыз. Барлығы қанша килограмм қағаз? Есептің шешуін бірге тауып көрейік. 8 бен 9-ның қосындысын 2-ге көбейтеміз. 8 бен 9-ның қосындысы 17-ге тең. 17-ні 2-ге көбейтеміз, 34. Жауабы 34 килограмм қағаз қалдығын әкелді. Мысал 4-ке назар аударамыз. Мұнда өрнектер берілген.
Алдымен амалдардың орындалу тәртібіне назар аударамыз. Бірінші көбейту амалы. Екінші тұрған көбейту амалы орындалады. Үшінші бөлу, төртінші азайту, бесінші қосу амалы орындалады. Ал енді ретімен орындап көрейік. 9 пен 8-дің көбейтіндісі 72. Екінші, 4 пен 0-дің көбейтіндісі 0. Үшінші, 12-ні 6-ға бөлеміз 2. Төртінші, 72-ден 0-ді азайтамыз 72. Бесінші, 72 мен 2-ның қосындысы 74. Демек өрнектің мәні 74-ке тең. Келесі өрнекте бірінші 24-ті 4-ке бөлеміз. Бөліндінің мәнін 2-ге бөлеміз. Екінші. Үшінші қосу амалы, төртінші азайту амалы орындалады. Ал енді ретімен шығарып көрейік. Алдымен 24-ті 4-ке бөлеміз. 6. Енді 6-ны 2-ке бөлеміз. 3. Үшінші 466-ға 309-ды қосамыз. 775. Төртінші 775-тен 3-ті азайтамыз. 772. Өрнектің мәні 772-ге тең. Келесі өрнекті өз беттерінше орындап көріңдер. Есеп 5-ке назар аударамыз. Немерелері апасына бақша өнімдерін жинауға көмектесті. Осы әрекетті қайырымдылық деп түсінуге бола ма? Неге? Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Кесте бойынша біз есептің шартын құрастырып көрейік. 9 дана жәшікке 81 килограмм өнім кетеді. 4 дана жәшікке қанша килограмм өнім кетеді? Жәшіктердің массасы бірдей. Олай болса, бірінші біз 81-ді 9-ға бөлеміз. 9 бұл бір жәшіктің массасы. Енді 4-ті 9-ға көбейтеміз. 36. Жауабы 4 дана жәшік 36 килограмм болады екен. Келесі кесте бойынша есептің шартын құрастырып көрейік. 48 килограмм, яғни 48 килограмм жалпы массасы. Бір жәшіктің массасы 8 килограмм. Яғни 48 килограмм бақша өнімін 8 килограмм жәшікке бөлуіміз қажет. Ал 54 килограмм бақша өнімін жәшіктерге бөлген кезде қанша килограммнан түсетінін табуымыз қажет. Жәшіктің саны бірдей. Ол үшін біз бірінші 48-ді 8-ге бөлеміз. 6, яғни жалпы массасы 48 килограммды бір жәшіктің массасына бөлдік. Сонда 6 дана жәшік шықты. Енді 54 килограммды 6 дана жәшікке бөлеміз. 9 килограмм болады. Жауабы 54 килограмм бақша өнімін 6 жәшікке 9 килограммнан салуға болады екен. Келесі кесте бойынша тағы да есептің шартын құрастырып көрейік. 9 килограммнан 4 жәшік бар. 6 килограммнан қанша жәшік болады? Мұнда жалпы массасы бірдей. Ол үшін біз 9-ды 4-ке көбейтеміз. 36. Бұл жалпы массасы. 36-ны 6-ға бөлеміз. 6 жәшік шығады. Жауабы 36 килограмм бақша өнімін 6 жәшікке 6 килограммнан салуға болады екен. Теңдеулерді шеш. Сендер экраннан күрделі теңдеуді көріп тұрсыңдар. Күрделі теңдеуді шешу үшін оны біз қарапайым теңдеуге айналдыруымыз қажет. Мұнда 64 пен x-тің бөліндісі 85 пен 77-нің айырмасына тең. Бірінші 85-тен 77-ні азайтамыз. 64 пен x-тің бөліндісі 8-ге тең. Яғни 85 пен 77-нің айырмасы 8-ге тең. Біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырдық. Енді x-ті табуымыз қажет. X-ті табу үшін 64-ті 8-ге бөлеміз.
x 8-ге тең. Енді 8 санын x-тің орнына қоямыз. 64 пен 8-дің бөліндісі 85 пен 77-ның айырмасына тең. Тексеріп көрейік. 64-ті 8-ге бөлсек 8, 85-тен 77-ні азайтсақ 8 болады. Келесі теңдеуге назар аударамыз. 35 пен x-тің қосындысы 9 пен 9-ның көбейтіндісіне тең. Мұнда 9 пен 9-ның көбейтіндісі 81-ге тең. Олай болса, қарапайым теңдеуіміз 35 пен x-тің қосындысы 81-ге тең деп аламыз. Келесі теңдеуге назар аударамыз. А мен 8-дің көбейтіндісі 32 мен 32-ның қосындысына тең. Теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру үшін 32-ге 32-ні қосамыз. 64 болады. Енді қарапайым теңдеуді жазамыз. А көбейту 8 тең 64. Теңдеуді әрі қарай өз беттеріңше орындап көріңдер. Мұқият ойланамыз. Есеп 8-ге назар аударамыз. Әлия 4 мультфильм көрді. Бұл Сырымның көрген мультфильмнен 2 есе артық. Сырым қанша мультфильм көрді? Және екеуі бірігіп қанша мультфильм көрді? Алдымен біз Сырымның неше мультфильм көргенін табуымыз қажет. Ол үшін 4-ті 2-ге бөлеміз. Демек, Сырым 2 мультфильм көріпті. Себебі, Әлия 4 мультфильм көрген, бұл Сырымға қарағанда 2 есе артық мультфильм көрген. Енді Әлия мен Сырымның көрген мультфильмдерінің санын қосамыз. 4 пен 2-ның қосындысы 6-ға тең. Жауабы, екеуі бірігіп, барлығы 6 мультфильм көріпті. Есептеңдер және өрнек құрыңдар. Оқушылар хайуанаттар бағындағы жануарларға 9 килограммнан 5 қап шөп жинады. Оның 19 килограммын құландарға берді. Неше килограмм шөп қалды? Есептің шартын құрастырып көрейік. Жинады 9 килограммнан 5 қап. Берді 19 килограмм. Қалды белгісіз. Алдымен жалпы қанша шөп жинаған табуымыз қажет. Ол үшін 9-ды 5-ке көбейтеміз. 45. Енді 45-тен 19-ды азайтамыз. 26. Жауабы 26 килограмм шөп қалды. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.